Бұл бағдарда мұхаддис кітаптағы уақиялар апайластырылып көрсетілген. Оларда кітаптың рухы сақланған. Previously on the Bible. Мұхаддис кітаптағы алдыңғы бөлімлер. Еврей халқының сенімі ұлы қаһарманлар арқылы қалыптасқан. Израиль! 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 Ибраим хамми халқылардың әкесі бола алатұғынын дәлелдеді. Муса өз халқын құлдықтан алып шығуға минет етті. Құдайым! Дауд Иерусалим қаласын басып алды. Дауд! 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 Сондан кейін израильлардың сенімі әлсіреп, патшалар зұлымлыққа толып, парақорлық күшейіп барды. Һәм Құдай менен оның халқының арасындағы байланыс қыл үстінде тұрды. Сен басқалардың бұтларына табынып, өз Құдайыңды жаманатлы қылып атырсаң. Дарвазаға! Израильлардың барлық күрескен нәрселері енді қауіп астында. Олардың құтқарылуы енді әлсіз жетекшінің қолында. Егер патша Седекия Құдайға қайтпаса, онда қала халқы қауіп астында қалады. Атыңла! Мұхаддис кітап. Ұлы үкімдар! Седекия Израилдің 21-ші патшасы. Ол екі күшлі мемлекеттің қысымында еді. Ол Бабилонға садық болу керек болса да, Мысыр менен жасырын байланыста болды. Оның сатқынлығы хақындағы хабар Бабилон патшасы Набухадоносорға жетіп барды. Набухадоносор! 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 Иерусалимге қарап жол аламыз. Иерусалим! 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 Білесең ба, Иерусалим нені аңлататұғынын? Тыныштық қаласы деген. Иерусалим! Иерусалим. Дауыттың уақытынан басылап, Еремия сияқлы пайғамбарлар патшаларға жол көрсетіп, олар Израильді Құдай менен турдан-туры байланыстыратұғын еді. Бірақ Еремияның ескертуіне ешкім ітібар бермеді. Ал енді ол патша Седекияға ақырғы жаңалықты алып келді. Набухадоносорға тәслім бол, болмаса өлесең. Құдайсызлар! Яқ! Пайғамбар, бұл не? Бұл сен? Егер сен дана болсаң, Бабилонның зұлымлығын мойныңа ал. Құдайдың жазасын қабыл ет. Ұмытпа, ол саған мейірімлі еді. Құдай бұлай деді: басыңды иіп патша Набухадоносорға бойсын. Сен патшаға басыңды ий деп айтуға қандай хақың бар? Сен қалай Құдайдың пайғамбарына екіленіп тұрсаң, оны сен кемсітіп атырсаң, сен өзгеруің керек. Дауам етіңлер. Мұна сатқынды бұл жерден алып кетіңлер. Есіңізде болсын, Құдай сіздерге Бабилоннан қайғы жібереді. Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим. Дарвазаға келіңлер.
Тезірек болыңлар, кіріңлер. Менің балам, Аке, балам, аке. абайлаңлар, абайлы болыңлар. Енді болды, сіздер кеш қалдыңлар. Аке, Балам, сояқта тұр, аке. шықпа, ілтімас. Біздерді кіргізіңлер, кіргізіңлер. Қаланы қоршап алдыңыз ба? Ауа, патшам. Ешкім қашып кете алмайды. Басланды. Қоршауда қалған израилыларға 18 айдан соң ашлық басланды. Ашынарлысы олар жыртқыш адамларға айланды. Былай қаш. Жоқ бол, бұл біздердікі. Оқжайларды алыңлар. Даярланың. Атыңлар. Жәрдем берің, отларды өшіріңлер. Құдай былай деді. Мен сенің менен біргемін. Пайғамбар, сен біздердің мүтәжілігіміз үшін 1 сағат Құдайдан сұрана аласаң ба? Еш нәрсе өзгермеді. Бүткіл Иерусалим жанып кетеді. Сен тәубе етіп апатшылықтан қашсаңлар құтқарыласызлар деп жазып едің ғой. Айнаға қараң. Сізлер кеш қалдыңыз. Баслаңлар. Баслаңлар. Және бір мәрте ұрыңлар. Дарвазаны бекке мұслаң. Ұрыңлар. Қаттырақ ұрыңлар. Бекке мұслаңлар. Қаттырақ ұрыңлар, сонда жеңіс біздердікі болады. Шегінеміз. Егерде Иерусалимнен бір нәрсе қалған болса, бәрін қалдырмай алыңлар. Балаларға тимеңлер.
As Иерусалим жоқ қылынды. Ал Седекия оларын алып, жасырын жолдан қашып кетті. Сізлер мәрт болуыңыз керек. Мен үшін. Еблей аласызлар ма? Қауітеленбеңлер. Біздерге еш нәрсе болмайды. Жүрің міне жаққа. Тезірек. Ал оның халқы аянышлы жағдайда қалды. Иерусалим біздердікі болды. Иерусалим біздердікі. Олардың хаммесін жақсылап жазалаңлар. Қарсылық көрсеткені үшін төлем төлеу керек. Ибадатханаға. Хамме нәрсені алып, ибадатхананы жағып жоқ қылыңлар. Жәрдем берің. Ибадатхана жанып батыр. Біздер күрескен хамме нәрсе жоқ қылынды. Ибраимның уақытынан баслап, еврей халқы осы уәде етілген жер үшін күресті. Енді көплеген әулетлардың үміт һәм арманлары пұшқа шықты. Өзін құтқару үшін қашқанлардың ішінде Даниил атлы жас жігіт бар еді. Мына жаққа, Даниил. Құдайым, жәрдем бер. Ашылмайды есік. Даниил, артымда тұр. Тоқтаңлар. Пайдасы тиюі мүмкін. Тірілей алып кетіңлер. Не? Азария, бас аяғыңда. Даниил. Даниил. Азария, тимең, біздер Құдайдың халқымыз. Даниил. Бірге жүрің, ұзақласпайық. Азария. Седекияны табыңлар. Һәм оның шаңырағында. Түсіндім. Сатқынлықтың төлемі болады. Қорқпаңлар, балаларым, біздер қауіпсіз жердеміз. Жүр, қаштық. Седекия. Қашамыз. Ілтимас, оларға тимеңлер. Ілтимас. Құдайым, яқ. Оларды жіберіңлер. Құдайым, яқ. Седекия патша. Ілтимас, яқ. Әке! Яқ, керек емес, ілтимас сізден. Яқ, рахим ете көр, ілтимас. Қатты тәсірлі.
Бірақ сенің бұл ақырғы көргенің болады. Оны алып кетіңдер. Қимылдаң. Қалсырегенлерді таслап кетің. The Jewish people Израиль халқы шығыс тәрепке 500 шақырым жердегі Бабилонға тұтқынға кетті. to Babylon. Бас аяғыңды, қимылда. Ал Седекия Дауыттың ұрпағынан болған ақырғы патша еді. Тұр орныңнан. Израиль халқының үкімдарлығы осы жерде ақырына жетті. Құтқарылғанлардың ішінде Еремия да бар еді. Ол Мысырға қарай жол алды һәм қайтып келмеді. Қимылдаңлар. Әркіліп қалмаң. Адамлар өз пайғамбарынан, өз қаласынан һәм өз патшасынан айрылды. Ей, сен, тұр орныңнан. Азария, жәрдем бер. Болыңлар. Қимылдаң. Жүріңлер. The Jewish nation Бабилонда жанларын сақлап қалу үшін Яхуда халқына Даниил сияқлы жетекші керек еді. Бабилон. Даниил пайғамбаршылық сыйы менен айрықша болып, Набухадоносордың сарайында қызмет етті. Хәммеңіз еш нәрсе айтпайсызлар ма? Хатте бір түсімді тәріплеп бере алмай атырсызлар. Үндемей тұру ол жауап беру емес. Сізлер өзлеріңізді даналар, палкерлер деп санайсызлар ғой. Нені көріп тұрсызлар? Қожайын, мені кешірің. Ешбіріміз сіздің ойларыңызды біле алмай атырмыз. Онда сіздерден қандай пайда тиеді? Бірақ менің Құдайым біледі. Ол маған сіздің түсіңізді көрсетті. Онда сен маған толығымен түсіндіріп бере аласаң, дәлме-дәл. Сіз бір үлкен адамның мүсінін көрдіңіз. Оның басы алтыннан еді. Кейіннен бір үлкен тас келіп, оны ұрып бөлекшелерге бөліп таслады. Сен айтпасаң да білемен. Ол нені білдіреді? Бұл мүсін басқа империялардың сенің ізіңе ереді дегені. Сенің империяң ең ұлысы. Басы алтыннан. Ал тас не? Хайкелді бұзған тас. Бұл Құдайдың патшалығы. Келешекте дүнияны мәңгіге Құдай басқарады. Құдай тарапынан жоқ қылдырылған? Ауа, қожайын. Сенің атың кім? Даниил. Сен мәрт адам екенсің, Даниил. Мен бұны бақылаймын. Сен маған қызмет етесің. Олардың айтқанындай қылып сіле. Иерусалимге қайтатын түріміз бар ма? Сондай болатұғын Еремия уәде етіп айтты.
Ал оға дейін не қыламыз? Мына хайуанға басымызды иіп, оған қызмет етіп жасаймыз ба? Мен бұған шыдай алмаймын. Халықты ойла, Азария. Біздер патша сарайында ғана жәрдем бере аламыз, ал қабірде я қамақта жәрдем бере алмаймыз. Набуходоносор Құдайдың ибадатханасын бұзды, һәм біздерді құл қылды. Менің атым Азария. Құдай маған жәрдем береді. Мәйлі, мен кеттім. Құдайды шақырып көмек сұраймын. Егер оған табынбасаң, патша сені өлтіреді. Менің қолымнан келмейді. Мен оған табынбаймын. Баслаңлар. Біздер шын жүрегімізбенен сенің ізіңнен жүреміз. Бас иіңлер. Біздер соранамыз, қасымызда бол. Шын жүректен сенің артыңа еремен. Һәм сенен қорқаман, сені өтініп сұранамын, арамызда бол. Оларды қолға алыңлар. Қадірданларым менің. Сізлердің қазір сеніміңіз сыналады. Даниил. Оларға не болды? Неге маған достарың табынбай жатыр? Сендіріп айтамын, қожайын. Олар маған ұқсап өмірінің ақырына шекем саған садық қызмет етеді. Бірақ Не бірақ? олар тек қана Құдайға табынады. Мен оларды табынуға мәжбүрлеймін. Біздер сенің ізіңе ереміз, қорқынышпен ибадат қыламыз, арамызда бол. Біздер сенің ізіңе ереміз, қорқынышпен ибадат қыламыз, арамызда бол. Сен егер иілмейтұғын қатты нәрсені игіміз келсе, онда не қыламыз? Оны отқа таслаймыз. Патша, Оларды ұслаңлар. Біздер сенен қорқамыз, соранамыз, арамызда бол. ұлы хүкімдар. Оларды жағыңлар. Патша менің, яқ. Отын алып келіңлер. Май келтіріңлер. Тезлет. Өтінемін, мені құтқар. От беріңлер. Тезірек от беріңлер. Налаларымды есет, Құдайым. Өлім тұсаулары мені орап алмақта. Өлім азабы басыма түсті. Көз жасларымнан бас тартпа. Қайғыда азапланып батырман. Жаратқан иенің атын шақыраман. Мені құтқар, Құдайым. Ие, менің нұрым менің. Ол менің дуаларымды естеді. Менің дұшпанларым қорқып қалтырасады. Саған тең келе алмайды. Олар неге жанбай жатыр? Ие менің. Бұл карамат.
Яхуди халқы тұрыңлар. Құдай bizler менен. Ол bizler менен бірге. Құдай bizler менен. Оттағы карамат Яхуда халқын бірлестірді. Олар өзлерінің сенімінің әлсіреуіне жол қоймай, Құдайға сенетұғынын дәлелдеді. The laws and history Мусаның тарихы һәм Синай тауындағы алған низамлары сақланып, and compliance Иешуа, Самуэл һәм патшалар кітаплары менен толықтырылды. Һәм олар бірігіп, Еврейлер мұхаддес кітабының жүрегін қалыплестірді. Яхудилер сенімін сақлап қалса да, тұтқын болып қала берді. Ал оларды құтқара алатұғын жалғыз адам иесінен айырылды. Міне сен, Набухаданасор, ұлы патша һәм Құдайдың жерінде қор болған адам. Көрдің бе? Сенің менменлігің сені һәм біздерді қай жерге алып келді? Біздерді азат етуіңе болатұғын еді. Ал енді біздерді сен сияқлы тұтқындамыз. Міне, ұсла. Орныңа басқа патша келеді. Ол біздерді азат қылсын деп Құдайдан сұраймыз. Набухаданасордың өлімінен бірнеше жыл өткеннен кейін, Бабилонға Персия патшасы Кирдің басшылығында үлкен армия кіріп келді. Оларға біздердің келгенімізді білдір. Бабилонлылар қарсы тұра алмайтұғынын біліп, олар Кирді ұрыссыз кіргізді. Кир! 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 Егер пайғамбаршылықлар рас болса, Кир біздерді азат етеді. Даниил яхудилерді қорғау үшін Кир менен досласып, түслерді жоруды давам еттірді. Сонда сенің түсің ненің белгісі, Даниил? Бұл түс емес, патшам. Бабилонда Ишая деген пайғамбар бар. Ол былай деген: Міне патша, ол қалаларды басып алу үшін мен оның оң қолынан ұстап тұрамын. Ол патша Кир. Ол сіздің атыңызды айтып жатыр. Бұл дегені Құдай сізбенен бірге. Менімше сен мені марапатлап жатырсың.
Бірақ марапатлаудан ешкім өлген жоқ. Патшам, сен көплеген ұлы ісілерді істедің. Һәм бұны мәслихатшыларың сам тасдиқлайды. Сондай болуы керек. Мен дүнияның патшасы Кирмен. Хайран қаламан, Даниэлдің har бір сөзіне жапсып алады, өзінің пікірі жоқтай. Даниэлға қақпан құру керек. Хаммеге бір ай ибадат қылу қадаған. Кім қарсы шықса, сол сатқын болады. Мен өз сөзімді қайтып ала алмаймын. Өз қалегеніне табынуына еркінлік бердім. Бұл арқалы садықлығын тексересіз. Оларда көплеген хүкімдарлар болған. Біздер тек қана білгіміз келеді. Сені ақырғы деп санай ма екен? Ұлы дүнияның хүкімдары деп. Отыз күн дуа етпеуді Кир мақұллағаны менен, ол біздер үшін қиын екен олар біледі ғой. Патша оларды қауетелендірмейді, ал оның үстінен көбірек билік жүргізуді қалайды. Ал ол үшін сені жолдан алу керек. Бұл біздер үшін тұзақ, олар біздердің өлуімізді қалап жатыр. Бір ай давамында. Енді не қыламыз? Білмедім. Бірақ Құдайға дуа етпесем, көпке бармайтұғынымды білемін. Сенің атың менен сұрайман, Құдайым, мені құтқар. Өзіңнің өзгерме сүйіспеншілігің менен. Маған мейіріміңді шаш. Менің жүрегімді тазалап, менің садық рухымды жаңала, Құдайым. Мені өз хұзырыңнен, һәм мұқаддес рухыңнан айырып таслап кетпе. Сенің құтқарылу қуанышыңды маған қайтар. Һәм мені бекемлеу үшін өз рухыңды маған бер. Даниэл Кирға бойсынбағаны үшін ұсланып, оған өлім жазасы берілді.
Сенің атың менен сұраймын. Құдайым, мені құтқар. Өзіңнің өзгермес сүйіспеншілігің менен маған мейіріміңді шаш. Ертеңіне азанда Кир үлкен қателікке жол қойғанын түсінді. Қожайын, мазаңыз жоқ па? Мен ұйықламадым. Кешікпедім деп үміт етемен. Ием, тәуіп шақырайын ба? Мен достыма жауызлық еттім. Есікті аш. Даниил. Құдай сенің менен. Сенің құдайың хақиқи екен. Ол сені құтқарды. Ауа, Мен дүнияның патшасы Кирмен. Һәм менің шешімім мынандай. Сенің халқың һәм сен Иерусалимге қайтасыздар. Сізлердің құдайыңыз қуанатұғын болды. Бірақ өкінішлі. Оған сену үшін ибадатханаңыз да жоқ. Оны арсланға таслаңлар. Яқ! 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 Бұның не екенін білесің ба? бұл Иерусалим ибадатханасынан қандай ажайып. Білесем бе, ешқашан бұны пайдаланған көрмегенмен. Мен Бабилонда қалып, енді ешқашан көрмесем керек. Бірақ Иерусалимге жеткенде халқымыз аяққа тұрып, ибадатхананы құрғанда балаларымыз бұны көреді. Біздердің күресіміз таусылды. Мен саған бір нәрсені көрсетуім керек. Жүр менің менен. Қара. Біздердің адамларымыз үйіне қайтып баратыр. Көп жылдар құллықтан кейін олар бірлікте үміт һәм мақсатпенен қайтып баратыр. Олар қанша уақыт ұсынып күткен еді. Бірақ мен олардың келешегінен қорқаман. Үйге қайтып баратырмыз. Мен түс көрдім. Мен үлкен жыртқыш хайуанды көрдім. Ол қауіплі, қорқынышлы һәм қадден тысқары күшке ие еді. Оның тіслері үлкен һәм темірден болып, ол бүткіл дүнияны жұтып жіберді. Бірақ Құдай біздерді таслап кетпейді. Мен ұлы жаңа басқарушыны көрдім. Түсімде мен адам ұлына ұқсаған біреуді көрдім. Ол аспан бұлтлары үстіменен келді. Оған билік, құрмет һәм аспан күшлері берілген еді. Әр түрлі тілдерде сөйлейтұғын халықлар оған табынды. Бұл елі ақыры емес, Азария. Бұл елі баслануы.
Алдындағы қиыншылықтарға шыдап тұру үшін яһудилерге жәрдем керек еді. Кейінгі 500 жыл давамында осы кішкене халыққа ізінен хүжім қылынды. Һәм олар Римнің күшіне қарсы тұра алмады. Нәубетте тұр. Ондай қылмаңлар. Әммесін сал. Әммесін. Римлілердің ашкөзлігі, римлілердің нызамы, римлілердің жазасы. Алдын Израиль халқы бұндай азапты көрмеген еді. Адамлар құтқарылу әкелетұғын Дауд сияқлы жаңа патша үшін әр күні дуа етті. Мұқаддес кітаптың кейінгі бөлімлері. Мариям, сүйіклім менің. Дүниядағы ең сұлу көздер сенде. Сенің күлкің оғада көззал. Қызық, жаңа патша хақында маған не айта аласың? Һәм сенің қарсы алдыңда тұрған яһудилердің патшасы Хирет емес па? Ауа соған. Онда кім патша болуды қалеп тұрған екен? Ешкім. Ол елі туылмады. Пайғамбаршылықтар бойынша ол хақында жұлдыз хабар береді. Алдыңыздан шыққанның бәрін өлтірің. Мен сені ұстап тұрпан. Юсуп, бол тезірек, толғақ басланды. Мен сені суменен шомылдыраман. Таза патшалық келеді. Сен пәкленгенің сияқлы. Бүткіл Израиль халқы пәкленеді. Халық сол дивана Яхияның атрапына жиналып атыр. Адамлар оны пайғамбар деп есаплайды. Масих деген нені аңлатады? Менің ізімнен келуші меннен де ұлы. Ол сіздерді отпенен шомылдырады. Мен тек шөл далада иемізге жол таярлаңлар деп айқайлаған дауыспан. Ием. Ол осы жерде, арамызда, бүткіл адамзаттың жүректерін ашып атыр. Қайсардың бұйрығы, басқыншылықты тоқтату керек. Біздер не қыламыз? Дүнияны өзгертеміз. Ол әділдік һәм хақлық хүкім сүретуін патшалықты алып келеді. To a new world. All people